Ассалаумағалейкумдер. Қал жағдайларыңыз қалай? Тематиканы жалғастыруға көшейік. Мүшел жас. Қазіргі мүшел жаста Құран оқытатын болыпты. Бұрын ондай дәстүр жоқ еді, бергеректе тап болған зат. Бұрын мүшел жас келгенде алдында айтып кеткенім, біріншісі 13-те келеді, қалғаны 12-ден келеді деп. Бірінші мүшел жас келгенде, жоқ, мүшел жас жалпы келгенде, мүшел жас келердің алдында, мүшелге толардың алдында қазақтың дәстүрі бойынша бір затын біреуге береді. Қимас затын береді, бір затын бөліп береді. Ол ана бұрынғы қазақтың дүниетанымынан қалған зат. Орысша айтқанда жертвоприношение, жертвует. Көп жағдайда адамдардың қайтып кететін мезгілдері мүшел жасында болады. Мүшелге толайын деп атқанда, мүшелге толғанда, сол жаңа мүшелге толарда адамның денесінің өзгерісі нетіп, организм әлсірейді екен, иммунный система. Ол енді қазір дәлелденді дейді біреулер. Солай екен, бірінші переходный возраст 13-те басталады. Бір сатыдан бір сатыға өтеді адам баласы. Сондай дәстүр бұрын болған қазақта. Қазір енді Құран оқытады. Бұл мүшел жас деген вообще діннен бұрын болған зат. Ана тән дініне кіреді, тәңірдің, тән деген. Сонда тән деген енді тело болып аударылады. Орысшаға аударсаң, тән дейтін себебі қазақ мына дүниенің бәрін тело болып көріп, сол тело болып көргеннен табиғатты оқу білген, түсіне білген. Табиғат қазаққа кітап сияқты болып ашылып тұрған, оны оқу білген. Енді бәрібірдей оқымаған шығар, бірақ соның несін, сипаттамасын бәрін түсініп, солай неткен, содан сол дәстүрге айналады. Енді о дәстүрді, біздің дәстүрлерде жеті нан дейтін дәстүр бар, жеті ата дейтін дәстүр бар. Жеті атаны қазір айтады, жеті атадан ассақ болды, қыз алысуға болады, бәлен түген деген әңгімелер жүреді. Ол тағы да кәте. Ондай кәтені ұйымдастырған Каримов, Өзбекстанның президенті. Оларда инцест көп болып, ағайындылар бір-бірінен қыз алысады. Сол себептен инвалидность көп болып, аурулар көп болып, Каримов енді қазақ сияқты өзбекте бар рулар. Но олар ана бұрын республикалы Өзбекстан бөлінгенде қазақтарды өзбек қылып жазып жіберіп, Ташкентті алып қалу үшін. Сондай себеппен руы бар өзбектер, ол бұрынғы қазақтар. Өзбекте негізі ру жоқ. Сосын Каримов жаңағы қазақтың жеті атасы, осы бір жылдар Назарбаев айтты, ең таза халық. Қазақ екен, бір-бірімен жаңағы қыз алыспаған. Назарбаевтың үлесі бар екен, жеті атаға дейін деп. Содан қалыптасып кеткен. Қалыптасып кеткен дәстүр ме, не дейді, правила ұш. Сол правилын алтыда Каримов қолдады, жеті атаға дейін өзбектер бір-бірінен қыз алыспаңыз деп. Жеті атаға келгенде, жеті атаның ар жағында, мысалы, мына жеті атаның каждый жеті ата ауыл болып тұрады. Ол ауылдар бір-біріне жақын болып тұрады. Ана ауылға біреу тиіп атса, мына ауылдың адамдары туыстарымызға тиіп атыр деп, қорған болып, көмек болып, солай жаудың бетін қайтарып отырған. Олай жаңағыдай
неге келетін болсақ, жеті атадан кейін қыз алатын болды. Мына кете дейтін рулары бар. Байұлы, әлімұлы, олар ендігі ұмытылып кететін еді. Мысалы, кетенің тарихы 5000 жылдық бір деректер бойынша, бір деректер бойынша 6000 жылдық. Сосын мысалы Ақтөбедегі кетелердің несі бөлекте, рулары. Қызылорданың кетелердің руы бөлек. Оларда күлес дейтін бар, сосын Шөмекей кете дейтін бар. Бізде Шөмекей кетеден бөлек ру болып саналады. Қызылордада кетенің Шөмекейі бар. Сол сияқты жеті атадан кейін қыз алысады деген бекер әңгіме. Жеті атадан қыза алу, жеті ата емес, рудан қыза алу үшін бұрын дейтін, ол мына неге төңірекке ана жайылған ру сыймай кету керек. Сыймай кетіп, сондай көп болып, малы несі ан жерге сыймайтын болып, сол кезде ана рулардың ақсақалдары жиналып, бие сояды. Биенің бір түсі болады, ұмытып қалып тұрмын мен қазір. Сол несін жасап, батасын алып, аналар бөлек ру болып бөлініп кетеді. Ол дейтін, ол үшін мысалы мына жеті атадан кейін кетеді. Жеті атадан тараған ұрпақ 200-ге жетеді шығар. Соның аймағында болады. Ол жаңағы ана жеті ата қосылып келіп неткенде тарағанда сол бәленбай ауыл болып тұрады. Содан сол көбейгеннен кейін сол өріс азайып, малдың саны көбейіп, ана ру өсіп, дәрежеге жеткеннен кейін, содан кейін барып бөлініп, содан кейін барып қыз алысады қазақ. Енді түсінікті қылып айтқанмын шығар деп ойлаймын. Енді жеті нанға келейік. Жеті нан. Жеті нанды қазақ баяғыда пісіріп, жердің алдында Құран оқытады. Міндетті түрде мен көргенім бала кезінде, содан кейін тие берсін деп нанды төртке бөледі. Төртке бөледі де нанды береді. Қазір енді омаштап бөліп тастайды да әркім нетеді. Жеті нанның өз бөлетін несі бар, дәстүрі. Төртке бөледі. Жеті нанның сосын бетін үзіп жемейді. Тие берсін деп айтатын себебі, ана қайтқан адамды қазір әруақ дейтін болыпты. Ол да кете түсінік, кәте түсінік. Қайтқан адамның рухы келеді. Рухы келіп, жаңағыдай дәметеді дейді. Сондықтан баяғыда бәрі шаруада жүрген халық жұма күні демалыс болып саналады. Білген адамға орыстардың демалысы воскресенье, еврейдің демалысы суббота. Ислам дінін ұстанатындарда жұма күні. Сол жұма күні түске дейін, кейде четверікте де пісіреді. Четверікте сауғаннан кейін жаңағы пятница, кіші жұма деп айтады. Сосын жеті нанды пісіріп, жаңағыдай Құран оқытып, тие берсін деп ауыз тиеді. Тие берсін дегенде жаңағы қайтқан адамның есімін айтады. Ол себебі қайтқан адамдар жұма күні жиналып келеді дейді. Келеді де босағада тұрады дейді, бұрышта да. Сол бұрышта тұрып, мыналар бүгін бізді еске алмады деп шаршап ары қарата кетеді дейді. Ол енді фольклор. Сол келіп, не дәметіп, мыналар тие берсін деп, жеті нан жаңағы демалыста пісіреді де, жеті күнге арналған. Ана кісі жеті күннің жаңа шаруасы бар, өлген адамдарға көңіл күнде бөлмейді, тек жетісіне бірлет бөліп, сондай дәстүр бергеректе жебі. Қазірге жеткен дәстүр. Жеті күнде жеті шелпек пісіріп, жеті күнге жеті шелпек пісіріп, Құранын оқып, тие берсін деп айтып, ана кісінің есімін айтып, сөйтіп, үзіп, бөліп жеген. Өздері желмағандарын көршілерге үлестірген. Сондай себептерменен жеті нанның
дәстүрі солай болған. Ал бірдемені айтпай кетсем, білмей қалып атсам, түзетіп жатарсыңдар. Сау саламат болыңдар.